Kızım болды. Қойшы енді. Құя алмаймын мен. Құя алмаймын. Енді бәрі бітті. Ол мені жек көреді. Жек көрмейді ол сені. Ренжіп ашуланып айта салды. Бәріне кінәлісі о толқын. Мен оны жек көрем. Айтпашы. Сол келгеннен бір бәленің бәрі басталды. Бұрын бәрі жап-жақсы еді. Енді ғана сенің қызығыңды көрем бе деп жүргенде қайдан ғана килігіп кетті. Айтыңызшы, неге оны бәрі жақсы көреді? Неге? Өзі ұсқынсыз, ауылдан шыққан бір сауатсыз біреу. Айтты мен Зәуреге. Тезірек қосып жіберейік. Біз жас емеспіз деп. Мүмкін қазір немере сүйіп жүретін бедік. Зәуре де қу. Өзінің қулығынан сәбір көріп отыр. Болсын енді толқын сол келіні. Көреміз. Масқара. Құрбылары естісе қандай келін алған. Күлкіге қалады. Раушан? Не болды саған, қызым? Ұшынып қалған сияқтымын. Не жеп ұшынасың? Кешеден бері нәр татпадың ғой. Сол тамақ ішпегеннен. Енді дұрыстап тамақ ішіп жүрмейсің бе? Жерік әйелдер ұқсап жата бермей. Қалай дедіңіз? Жерік әйел сияқты деймін. Бүгін нешесі?